Достар, сәлем. Денсаулық өмір бұлағы және біздің бірінші байлығымыз демекші Саулық Тайм подкастына қош келдіңіздер. Бір кісінің ауырғаны айтқысы келмесе де, ол онсыз да көрініп тұрады, сол емес пе? Өйткені ауырғанда, жанымыз қиналғанда кейде соншалық. Сол үшін дәрі алуға қарағанда, мұның бәрін алдын ала алу жақсы емес пе? Біздің ақпаратта біз әртүрлі фактілерменен, мәліметтерменен, кеңестерменен бөлісіп шын жүректен сіздердің дендеріңіз сау болғанын қалаймыз. Сол үшін біздің Саулық Таймға қош келдіңіздер. Дайындалып тұрыңыздар, өйткені келесі минуттарда қызықты фактілерге ие боласыздар. Енді достар, ең бірінші байлығымызды қолымызға алып, алға кеттік. Бізбен болыңыздар. Бүгінгі эпизод, енді подкастымыз әйел денесімен байланысты денсаулықтың маңызды аспектілерін қарастырамыз. Менің атым Әсет және мен сізді осы маңызды әңгімеге қарсы алғаныма қуаныштымын. Әйелдер денсаулығы бұл физикалық, әл уақыт қана емес. Сонымен қатар дененің ішкі процестерінің үйлесімділігі. Сонымен қатар эмоционалды және психологиялық тепе-теңдік. Бүгін біз әйелдер үшін маңызды денсаулықтың бірнеше негізгі аспектілерін қарастырамыз. Әйелдер денсаулығының бірінші маңызды аспектісі репродуктивті денсаулық. Бұған жыныс мүшелерінің денсаулығы, тұрақты гинекологиялық тексерулер, еттеккір цикл бақылау және репродуктивті мүмкіндіктер кіреді. Әйел мүшелерінің денсаулығындағы кез келген өзгерістер үшін дәрігерге бару және аурудың алдын алуды қадағалау маңызды. Әйелдер денсаулығының екінші маңызды аспектісі сүт бездеріне күтім жасау және сүт безі қатерлі ісігінің алдын алу. Тұрақты өзін-өзі пальпациялау және маммография сүт бездеріндегі өзгерістерді ерте сатысында анықтауға көмектеседі. Бұл өз кезегінде сәтті емдеу және қалпына келтіру мүмкіндігін арттырады. Ер кісілер, әйелдер кей кезде өздерінің ауырғандарын, болмаса мазасы болмай тұрғандарын көрсетпеуі мүмкін. Сіз оны сүйсеңіз, әдетте ер кісілер енді жәндегі жары, сондағы сүйіктісі, оның патшайымы мазасы болмай тұрғанын, болмаса денсаулығы бір жері нашар болып тұрғанын ол байқау керек. Егер де байқамасаңыз, күнделікті әйеліңізге уақыт бөліп тұрыңыздар, сөйлесіңіз. Қарым-қатынастарыңыз жақсы болсын. Қарым-қатынастың жақсы болғанында денсаулыққа әсер береді. Сол үшін қарым-қатынастарың жақсы болса, әйелдеріңіздің енді сөйлегенің бетіндегі жаңағы мимикасын қалай сөйлеп жатыр, өзін қалай ұстап жүр, соның бәріне мән беруіңіз керек. Мән берген кезде расына да бір жер мүмкін ауырып жатқан болса, сіз оны байқайсыз. Сол үшін неге бұны айтып отырмын? Әйелдеріңіз айтпауы мүмкін. Соны байқасаңыз, міндетті түрде дәрігерге барыңыз. Әйелдеріңіздің қалын сұрауға ұмытпаңыздар. Біз тек қана таныс туыстарымыздың, болмаса достарымыздың қалдарын білеміз. Қалдарыңыз қалай деп. Ал бірге өмір сүрген соң оның қалың білу несі бар деп ойлайды кейбір адамдар. Сол үшін бір-бірлеріңізді қалдарыңызды біліп тұрыңыздар. Дәрігерге баруға қысылмаңыздар. Бірге қол ұстасып, бірге жазылып, бірге бауырларыңызға кеңес береміз. Әйелдер денсаулығының үшінші маңызды аспектісі жүрек пен қан тамырының денсаулығына қамқорлық жасау. Әйелдердің жүрек қан тамырлары жүйесінде өзіндік ерекшеліктері бар және жүрек қан тамырлары аурулардың алдын алуға назар аудару керек. Бұған дұрыс тамақтану, тұрақты жаттығулар, темекі шегуден бас тарту және қан қысымы мен холестеринді бақылау кіреді. Бүгін мен ас темекі шегемін деп өздерін тыныштандырады кейбір әйел кісілер. Бүгін несі бар? Айналада кезінде енді мен есімде 90-шы жылдар әйел кісілер темекі шексе, подъезде болмаса бір бұрыштарда тығылып шегуші еді. Қазір еркін, ешкімнен қысылмай, ұялмай темекі шеге береді. Енді әркімнің өзінің таңдауы бұл. Бірақ енді темекі мен шекпеймін, бірақ айқыз шегем деп, онда қатты зиян емес деп, онда ешқандай зияны жоқ деп, өзін адамдар жұбатады айтқан кезде. Өз-өзімізді алдамайық, денеге әр кіретін нәрсе енді денсаулыққа жағымды болмаса, әрине жағымсыз болады. Сондықтан мұқият болайық. Өз-өзімізді алдамайық, денсаулығымызды күтейік. Әйелдер денсаулығының тағы бір маңызды аспектісі салмақты сақтау және артық салмақпен күресу. Семіздік, қан диабеті, жүрек қан тамырлары аурулары және
қатерлі ісік сияқты көптеген аурулардың даму қаупін арттыруы мүмкін. Диетаны бақылау, бөліктерге назар аудару және пайдалы тағамдарды таңдау маңызды. Бүгін әрдайым біздің алдымызда таңдау болады. Не дұрыс жақ, не бұрыс жақ. Дұрыс таңдау жасасақ, ертеңгісін денсаулығымыз өзі бізге рахмет айтады. Қалай? Біз өзімізді керемет сезінеміз. Кейде болады, біз аяғымыз ауырып қалады, аяғымыз ауырып қалады, тез шаршап қаламыз. Оның бәрі неден? Біз өзіміздің не жейтінімізге мән бермейміз. Күнделікті әдеттегі жейтін тамақтарымызды жей береміз. Әйел кісілерге енді қиын, олар тамақты әзірлеген кезде ананың дәмін тартады, мынаның дәмін тартады. Сөйтсе кейін тағы тамақ жеді. Сондықтан денсаулықты негізі күту керек. Дұрыс тамақ ішіп, уақытылы тамақ ішіп. Келесі әйелдер денсаулығының соңғы бірақ енді маңызды аспектісі психикалық денсаулыққа қамқорлық. Дұрыс уақытылы ұйықтап, уақытылы тұрып, андасында енді демалып таза ауаға шығу бұл маңызды, достар. Ер кісілер сіздерге кеңес. Әйелдеріңізді алып кешкісін серуендеңіздер. Демалыс күні болса 1-2 сағатқа болсын бір жерге серуендеп қайтыңыздар. Әйелдеріңізбен сөйлесіңіздер. Бір рет естігенім, негізі аптасына әйелдерге 15 сағат уақыт бөлу керек екен ер адамдар. Неге? Әйелдер олармен сөйлесіп, енді былай сөйлесу керек екен, назар аудару керек. Сол кезде әйелдер өзінің толықтың енді қалай керектігін сезінеді. Сонда сол кезде сау қарым-қатынас болады екен. Әйелдер көбінесе жұмысқа, отбасына және қоғамдық үміттерге байланысты стресс пен депрессияға ұшырайды. Стрессті тиімді басқаруды үйрену, қажет болған жағдайда мамандардың көмегіне жүгіну және өзін-өзі күтумен релаксацияға уақыт бөлу маңызды. Әйелдердің денсаулығына қамқорлық жасау тек өзіне ғана емес, айналамыздағы адамдарға да қатысты. Өзіңізге қамқорлық жасау өзімшілдік емес. Жақындарыңыз бен өзіңіз үшін күшті және сау болу қажеттілігін екенін ұмытпаңыз. Әрине, тыңдаушыларымызға өз денелерін жақсы түсінуге және оларға қамқорлық жасауға көмектесетін әйелдер денсаулығының тағы бірнеше маңызды аспекттерін қарастырып көрейікші. Әйелдер денсаулығының тағы бір маңызды аспектісі қалқанша безінің сау жұмысын сақтау. Қалқанша безі метаболизмді және жалпы денсаулықты реттеуде шешуші рөл атқарады. Менструацияның тұрақты емес циклдары, салмақ проблемалары енді, шаршау және депрессия қалқанша безінің жұмысының бұзылуымен байланысты болуы мүмкін. Мұндай мәселелер күдік туындаған кезде дәрігерге бару және үнемі тексеруден өту маңызды. Әйелдер денсаулығының тағы бір маңызды аспектісі сүйек денсаулығының сақтау. Әйелдерде остеопороздың даму қаупі жоғары. Әсіресе менопаузадан кейін кальций мен Д дәруменінің үнемі тұтыну. Сондай-ақ сүйек жаттығулары сүйек денсаулығын сақтау және остеопороздың дамуын болдырмау көмектеседі. Анализ андасына тапсыру керек. Қандай витамин жетіспейді? Оны былай енді жемшидектерден тауып, болмаса арнайы дәрі-дәрмек витаминдерді ішуге де мүмкіншілік бар ғой бүгін. Сонымен қатар зәр шығару жолдарының денсаулығына қамқорлық жасауға назар аударған жөн. Әйелдер зәр шығару жолдарының инфекцияларының даму қаупіне ұшырайды. Әсіресе гигиеналық ережелерді сақтамаған және сұйықтықты жеткіліксіз қабылдаған кезде. Сұйықтық жеткілікті қабылдау керек. Әйел кісілерге де, ер адамдарға да. Инфекцияның алғашқы белгілерінде интимдік аймақтың гигиенасын сақтау, жеткілікті мөлшерде су ішу және дәрігерге бару маңызды. Әйелдер денсаулығының соңғы бірақ маңызды аспектісі тері мен шашқа күтім жасау. Тері мен шаш дененің жалпы денсаулығының көрінісі болып табылады және оған жеткілікті назар аудару және күтім жасау маңызды. Дұрыс тамақтану, ылғаландыру, ультра күлгін сәулелерден қорғау және стрессті азайту тері мен шаштың сұлулығы мен денсаулығын сақтау көмектеседі. Әрине байқасаңыздар, ер адамдарға қарағанда әйелдерде көп косметика бар. Бұл дұрыс. Мүмкіншілік болса, одан да көбірек болсын. Әйел кісілер, сұлулықтарыңыз әрдайым бәрін былай таңғалдырсын, әрдайым күліп ойнап жүріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Құдай сіздерге ерекше денсаулық беріп, жарылқап өзі жетелесін. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Келесі жолға дейін сау, сәлеметті болыңыздар.